Біз әлеуметтік мемлекет емеспіз. Жетімін жылатқан, далада қалдырған, халқын ойламайтын, аямайтын үкіметтен тұратын мемлекетпіз. Бұл тактиканы өзгертпей, біз дамыған елдер қатарына кірмейміз. Мемлекет басшысы әрбір басқару деңгейінде кедейлікті азайтуды нақты көрсеткіштерін белгілеу керек деп атап өткен. Микрофон қосыңыз депутаттың. Аяқтаңыз енді. Аяқтап жіберейін. Ассалаумағалейкум, әлеуметтік желі қолданушылар. Бұл Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Дархан елді мекенінде бір көшемізге свет тартылып отыр екен. Әленұлы Серікбай ата көшесіне жаңағыдай жарық шамдар қойылып отыр екен. Бізде бірдеңеге таңғалатынымыз, жарық шамдар до конца қойылмай жатыр сол ауылға. Сол көшеден жоғарыдан төмен қарай тіке түскен кезде гольф площадкаға тірелетін жер бар, содан ары қарай тағы бір көше бар. Ол көше де сол атаумен аталған до конца барылған көшеді. Сол жаққа қарай свет бармай жатыр да бізде жарық шамдары. Неге? Сонда ұзынабой тұратын көшенің адамдары, бала шағалары бар. Арғы бетіндегі көшелерде сонда бала шаға жоқ па, мектепке баратындар жоқ па, жұмыс істейтіндер жоқ па, ел қатары барлығы налог төлеп отырса, свет, су, газын бәрін төлеп отырған болса, түгел. Асфальт түгел барғанда, бірақ свет бармайды дейді. Масқара нәрсе ғой. До конца басынан бастаған екен аяғына дейін жеткізу керек қой. Бұл жерде тендершіктер ма ұтып алған, или болмасам жаңағы әкімшілік па, тендершіктер сұрау керек әкімшіліктен, соны до конца апару керек. Неге бұл до конца бармайды? Ел қатары, жұрт қатары жаңағыдай налогын төлеп отырса, су светін төлеп отырса, асфальт түскенде, бірақ жарық шамдар жоқ. Ят қой, о көшеде де балдар бар, кішкентай балдар. О көше до конца айланып баратын көше болса, ары қарай тас қараңғы. Одан қалса жаңағыны гольф площадканың түбі ауылдың мұсыры сол жерге жиналады, ешкім тазаламайды оны. Өтсең, анерден өтсең, мұсыр шашылып жатыр, братла. Әкімшілік қайқа қарап жатыр бұны. Тазалық қайқа қарап жатыр. Ят қой, барлығын бірдей көр керек қой халықты. Бөліп жарма керек халықты. Анерге дейін барғанда жаңағы повороттан ары қарай өздерің свет тартып алыңдар деп айтады дейді. Онда басынан бастап свет қоймау керек еді. Қойды ма, до конца аяғына жеткізу керек.